Хабарымыз одан әрі жалғастырамыз. Еліміз өткен 2015 жылды үлкен қошеметпен тарих қойнауына шығарып салып, жаңа 2016 жылды үкілі үмітпен зор қуанышпен қарсы алды. Еліміздің беделі еселеніп артып, халқымыздың әл-ауқаты жақсарып, экономикалық даму қарқыны күшейіп, мәдениетіміз мәнерлі үрдістермен толықты. Өткен жылы елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 5 институционалды реформаны жүзеге асыру бойынша 100 нақты қадам ұлт жоспарын жариялап, тек Қазақстан халқын ғана емес, бүкіл әлем жұртшылығын тағы бір елең еткізген еді. Бұл ұлт жоспары мемлекетіміздің халықаралық шеңбердегі беделінің артуына, еліміздің экономикасының қарқындап дамуына жол ашатын бірегей бағдарлама. Осы орайда 5 институционалды реформаны іске асыру жолдарын тегіс қамтыған елбасының ұлт жоспары Қазақстандық арманға бастайтын жол атты жаңа мақаласы жарияланды. Бүгінге дейін мемлекетті, экономика мен қоғамды дамыту үшін қағидатты жаңа құқықтық орта қалыптастыратын 59 заң күшіне енген екен. Солардың бірі кәсіпкерлікті қолдау мәселелерін кешенді реттеуге бағытталған кәсіпкерлік кодексі. Кәсіпкерлер бірқатар маңызды мәселелерді қамтитын бірыңғай құжатқа қол жеткізді. Елбасы бұл құжат кәсіпкерліктің конституциясы болады деген болатын. Аталған кодекстің кәсіпкерлер үшін, еліміз үшін жалпы маңыздылығы қаншалықты? Аида Жарасқызы, осыған тоқталып өтсеңіз. Жаңа өзіңіз айтып кеткенде, елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 100 нақты қадам ұлттық жоспарына сәйкес 2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстан Республикасының кәсіпкерлер кодексі қабылданып күшіне енді. Кәсіпкерлік кодекс біздің еліміздің кәсіпкерлер үшін аса маңызы зор құжат, себебі бұндай нормативтік акт Қазақстанда алғаш рет жасалып, алғаш рет енгізіліп отыр. Жалпы кодексте кәсіпкерлікке еркіндік беретін экономикалық, әлеуметтік, құқықтық жағдайлар белгіленген. Осы кодекстің қабылдануының басты идеяларының бірі ол кәсіпкерлік субъектілері мен мемлекет арасындағы өзара қатынастың нақты шекараларын айқындау. Яғни бұған дейін күшінде болған заңнамаларды одан ары дамыту және жетілдіру. Яғни бір сөзбен айтқанда, кәсіпкерлік кодекс бұл кәсіпкерлік субъектілері мен мемлекет арасындағы өзара қарым-қатынасты реттейтін құжат. Енді кодекстегі басты ерекшелікте тоқтап өтетін болсақ, ол мемлекет пен кәсіпкер арасындағы қарым-қатынастың жаңа принциптері енгізілген. Мысал ретінде ол кәсіпкерлердің өз-өзін реттеу, кәсіпкерлердің әлеуметтік жауапкершілігі, мемлекеттің кәсіпкерлікке араласуына шектеу қою, және де мемлекет пен кәсіпкерлік арасына өзара жауапкершілік сияқты принциптер енгізіліп отыр. Сонымен қатар, осы кодекстің тағы бір жаңалықшылығы ол мемлекет пен кәсіпкер арасында қарым-қатынас, осы кәсіпкерлердің норма шығармашылыққа қатысуы, мемлекеттің кәсіпкерлер дамуына көрсетіп жатқан қолдауы, ГЧП дейміз ғой, мемлекеттік жекешелік әріптестігі арқылы, сол сияқты институттар арқылы жүзеге асырылады. Сонымен қатар тағы бір айта кететін басты ерекшелік ол мемлекет тарапынан кәсіпкерлік қызметін реттейтін формалар, яғни бақылау, қадағалау, рұқсат беру сияқты формалар біріктіріліп, осы бір заңға жүйелендірілген. Осы сияқты ерекшеліктері бар бұл кодекстің. Құрметті көрермен, біздің қонағымызбен таныс болыңыздар. Облыстық кәсіпкерлер палатасының сарапшысы Аида Қаюпова. Егер қояр сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Байланыс телефонымыз төмендегідей. Ал Аида ханым, енді жалпы жаңа өзіңіз айтып өттіңіз бұның маңыздылығын. Енді қазір бұл кодекс жалпы қанша заңнамадан тұрады? Жалпы бұл кодекс 10-нан астам заңнамалық актілердің жиынтығынан құралған. Кодекстің өзі 8 бөлімнен, 34 тараудан, 465 баптан тұрады. Осы кодексі жалпы бұған дейін күшінде болған бәсекелестік туралы, мемлекеттік қадағалау және бақылау туралы, жеке кәсіпкерлік туралы, индустриялық инновациялық қызметті мемлекетте қолдау туралы заңдар сияқты заңдар күшін жойып, осы кодексте біріктіріліп қарады. Барлығы 6 заң күшін жойып, осы кодекске біріктірілді. Сонымен қатар, осы кодекстің қабылдануына байланысты Қазақстан Республикасының президенті Қазақстан Республикасына кейбір заңнамалық актілерге кәсіпкерлік мәселесі бойынша өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы тағы да бір заңына қол қойды. Ол заң бойынша кәсіпкерліктің жағдайын жақсартатын 11 кодекске және 100 заңнамаға тағы да өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Жалпы жеке кәсіпкерлеріміз бұл кодексті қалай қабылдады? Әрине, бұл кодекстің жобасы 2013 жылдан бастап біздің ұлттық кәсіпкерлер палатасының тікелей қатысуымен талқыланып келе жатыр. Бұған дейін қаншама
кәсіпкерлерді жинап, кәсіпкерлердің жобамен танысып, өз пікірлерін, өз өзгерістермен толықтырған енгізіліп, жалпы мен ойлаймын, кәсіпкерлер бұл кодексті асыға күткен шығар деп. Олар үшін бір ерекше өздерінің құқықтары мен заңды мүдделерін белгілейтін нақты бір өздеріне арналған бір кодекс болып отыр қазіргі таңда. Түсінікті. Жалпы елбасымыз осы ұлт жоспары 100 нақты қадамда кәсіпкерлердің мүдделерін қорғау үшін бизнес-омбудсмен институтын нығайту тапсырмасын берген болатын. Жалпы бизнес-омбудсмен дегеніміз не, оның ерекшелігіне алдымен халыққа түсінікті болу үшін осының ережесін айтып кетсеңіз. Иә, осы кодекстің тағы бір ерекшелігі ол Қазақстан кәсіпкерлерінің құқықтарын қорғау жөніндегі өкіл, яғни бизнес-омбудсмен институты енгізілді. Жалпы бизнес-омбудсмен ол мемлекеттік органдарда, халықаралық ұйымдарда және шет мемлекеттерде Қазақстан кәсіпкерлерінің құқығын қорғау және қамтамасыз ету үшін енгізілген институт. Жалпы бизнес-омбудсменнің функцияларына тоқтап өтетін болса, ол кәсіпкерлердің шағымдарын қарайды. Кәсіпкерлердің құқықтары мен заңды мүдделері бойынша мемлекеттік органдарға өтініштер білдіреді, оларды қалпына келтіру бойынша ұсыныстар береді және тиісті мысалы жауапты лауазым тұлғалардың жауапкершілігін қарау жөнінде ұсыныстар береді, прокуратура органдарына ұсыныс береді және де кәсіпкерлікті жүйелі түрде қалыптасқан мәселелер бойынша Қазақстан Республикасының президентіне жолдай алады. Сонымен қатар қазіргі таңда мысалы кәсіпкерлердің құқықтары мен заңды мүдделерін қозғайтын нормативтік қабылданып жатқан нормативтік құқықтар актілердің жобаларын егер бизнес-омбудсмен ол кәсіпкерлікке кедергісін келтіреді немесе бизнес ахуалын төмендетеді деген пікірде болатын болса, бұндай нормативтік құқықтық актілерді ол тоқтатуға құқылы. Осындай құқықтар белгіленген. Өзіңіз айтып өттіңіз, құқығын қорғайтын институт болып саналады. Ал жалпы құрамына кімдер кіреді? Жалпы бұл бизнес-омбудсмен бір адам. Оны біздің елбасымыз Қазақстан Республикасы президенті 4 жыл мерзімге қабылдайды және де ол тек қана президентке есеп беретін болады. Жалпы бизнес-омбудсменнің аппараты, жұмысшы аппараты ұлттық кәсіпкерлер палатасының жанында болады деп жоспарлануда. Сонымен қатар ол ұлттық кәсіпкерлер палатасының президиумының мүшесі ретінде енгізіледі және ұлттық кәсіпкерлер палатасының қасында қазір кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау кеңесі тұрақты түрде жұмыс атқарады. Осы кеңестің төрағасы болып тағайындалады деген жоспар бар. Сонымен қатар басқа облыстағы кәсіпкерлердің өтініштері қазіргі таңда барлық облыстарда кәсіпкерлердің құқықтарын кәсіпкерлер палатасы жұмыс атқарады. Сол палата арқылы бүкіл өтініштерді сүзгіден өткізіп бизнес-омбудсменге жолдау жоспарланып отыр қазіргі таңда. Демек, республика бойынша бірақ бизнес-омбудсмен болады ғой. Ал қазіргі таңда осы кәсіпкерлік туралы заңнамалардың 90-ға жуығы жалпы кәсіпкерлікті қолдауға арналған. Ал осы шағын және орта бизнеске көбіне олай мәселелер қарастырылмаған осы туралы. Ал енді жаңа кәсіпкерлік кодексте шағын және орта бизнес туралы қандай мәселелер қарастырылған, қандай жағдаяттар? Жаңа бағана айтып кеткенде, жалпы бұл бизнеске еркіндік беретін, бизнестің қызметін кеңейтетін барлық экономикалық, әлеуметтік және құқықтық жағдайларды айқындайды бұл кодекс. Яғни бұған дейін егер бір кәсіпкер қандай да бір мәселені шешу үшін бірнеше заңнамаға жүгінетін болса, қазіргі таңда ол тек қана осы кодекс арқылы, мысалы айтып отырмын, жаңа 6 кодексті біріктіріп отыр, кодекс арқылы өзінің құқықтары мен заңды мүдделерін қарауға, сонымен қатар мемлекет тарапынан кіші кәсіпкерлік болсын, орта кәсіпкерлік болсын көрсетіліп жатқан барлық көмектердің түрімен танысуына болады. Сонымен қатар мемлекеттің кәсіпкердің алдындағы жауапкершілігі, кәсіпкердің мемлекеттің алдындағы жауапкершіліктері нақты белгіленген. Сосын қандай да бір мемлекеттік орган кәсіпкердің қадағалау, бақылау жүргізу, қандай жағдайда бақылау жүргізеді, қандай жағдайда тексеру жүргізілу керек, қандай жағдайда тексеру жүргізілуге құқығы жоқ, сол сияқты нақты құқықтары мен мүдделері көзделген бұл кодексте. Жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, оң заңнамадан тұрады деп. Демек, әр заңнама осы кәсіпкерлікке қатысты әртүрлі салаларын қамтыған ғой. Барлық сала кәсіпкерлікке қатысты барлық салаларды қамтып отыр бұл кодекс. Түсінікті. Ал жеңілдіктер, жалпы кәсіпкерлерге арналған жеңілдіктер болсын, көмектер болсын, қарастырылған ба осы кодексте? Енді бұл жерде кәсіпкерлердің қандай сала болса да, бұл дегеніміз ол басқа да бұған дейінгі қолданыста енгізілген заңнамалары мүлдем жоқ деген емес. Әртүрлі сала бойынша өзіне тиісті заңнамалар әлі де күшіне енеді. Сол заңнамалар арқылы жұмыс жасайды кәсіпкерлер. Дегенмен кәсіпкерлердің басты
жан жақты салалары, жаңағыдай әрбір мемлекеттік органның кәсіпкердің қандай жағынан араласуы, оның қандай жағынан құқығын қорғалуы, жаңағыдай қандай көмектер көрсетілуі, сол сияқты барлық мүмкіндіктер осы кодексті қарай отырып, елбасымыз айтып кетті ғой, бұл кәсіпкерлердің конституциясы болады деп. Сол сияқты осы бір кодекс арқылы ондай қандай мүмкіндіктері бар, қандай құқықтары бар, қандай жаңа мен айтып кеткен бизнес-омбудсменттің институтының енгізілуі өзі бұл кәсіпкерлік дамуының жаңа бір деңгейіне шығарады деп бір үміт күтіп отыр, жоспарланып отыр. Ал енді кәсіпкерлерге жалпы ақпараттық түсіндіру жұмыстары қаншалықты жүргізілуде? Енді бұл кодекс жақында ғана күшіне енгеніне байланысты қазіргі таңда біздің басты мақсатымыз бұл кәсіпкерлер арасында бұл кодекстің міндеттерін, кодекстің айқындайтын нелерін кәсіпкерлер арасында түсіндіру. Және де жаңа айтып кеттім ғой, көптеген кодекстер мен заңдарға көптеген өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Сол себептен құзырлы органдармен бірлесіп палата қазіргі таңда осы облыс көлемінде осы кәсіпкерлік кодексті және басқа да құқықтық норматив актілерді түсіндіру бойынша үлкен жұмыстар атқаруды жоспарлап отыр. Түсінікті. Төрімізден табылып, салиқалы сұхбат құрғаныңызға көптен көп рахмет. Осы жасап жатқан жұмыстарыңыз жемісті, берекелі болсын дейміз.